Осы салауатқа қатысты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам дәуірінде болған оқиға. Күндердің бір күні яһудилердің бірі екі өтірікші куәгерін табады да пайғамбарымызға келеді. Ей Мұхаммед, сахабаларынан болған пәлен кісі менің түйемді ұрлап алды деген шағым. Пайғамбарымыз куәлерден сұрайды. Куәлер иә дұрыс айтады деп растайды. Кейін сахабаларынан болған ол кісіні шақырып алып, саған шағым түсті. Не болды я Расулалла дегенде, сен өткен түнде түйе ұрлапсың дейді. Сонда әлгі сахаба, ол түйені мен сатып алдым, ұрлағаным жоқ дейді. Жарайды, ал сенің сатып алғандығыңды көрген куәлер бар ма дейді. Ей Расулалла, мен осы біраз бұрын ғана алдым, әлі ешкім көрген жоқ. Сонда пайғамбарымыз, мына куәлер түйенің яһудидікі екендігін айтты. Сондықтан түйе яһудиге беріледі дейді. Осы кезде бұл мүбарак сахаба пайғамбарымыздан, ей Расулалла, маған аз уақыт бересіз бе деп өтінеді. Кейін мешіттің бір бұрышына барады да 2 рәкағат намаз оқып қолын ашып дұға етеді. Я Раббым, мен күнде жатар алдында пайғамбарымызға 10 салауат оқимын. Я Раббым, егер сенің құзырыңда осы оқыған салауаттарым қабыл болған болса, мені бұл қиыншылықтан құтқара көр деп дұға етеді. Мен бұл түйені сатып алдым, бірақ куәгерлер яһудидікі екенін айтуда дейді. Әлгі сахаба қайтып келгенінде түйе орнынан тұрып, ей Расулалла, бұл яһуди өтірік айтып тұр, мен мына кісінің түйесімін деп тілге келеді екен. Түйенің сөйлегенін көрген яһуди және куәгерлер қорыққандарынан орнынан тұра қашады. Олар кеткеннен кейін пайғамбарымыз әлгі сахабадан бұның себебін сұрағанда, ей Расулалла, менің бір әдебім бар еді дейді. Әр түні жатудан алдым сізге салауат оқимын дейді. 10 салауат оқимын. Аллах Тағала 10 салауатты қабыл етіп түйеге тіл бітірді деген екен. Сонда пайғамбарымыз былай деп бұйырады. Сенің маған әр түні 10 салауат оқығаның үшін Аллаху Тағала дүниедегі кезіңде сені бұл қиыншылықтан құтқарғанына қарағанда, ақыретте жаһаннам отынан да құтқарады деген екен.